Learning Apps білім платформасында тапсырма құрып үйренейік. Ең алдымен браузерге кіріп, Learning Apps деп жазасыздар. Бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Сол кезде осындай терезе ашылады. Вход бөлімін таңдаймыз, создать новый аккаунт деп басасыздар. Осы жерден бірінші жолақшаға mail почтаңызды және екінші жолақшаға өзіңіздің құпия сөзіңізді енгізесіз. Құпия сөзіңіз 8 саннан кем болмауы керек. Оны 2 жолақшаға 2 реттен қайталап отырып жазасыз. Жалпы бұл платформа көптеген мүмкіндіктері бар. Әртүрлі сабақтарда қолдануға арналған. Бұл платформада викторина, тест, миллион күнге бұйырады, топтастыру, сәйкестендіру деген секілді тапсырмалары бар сайт болып табылады. Барлығын енгізіп болғаннан кейін кодты енгіземіз, дәл фотодағындай етіп, қатесіз, барлығын бір тексеріп алып, создать конку деген батырманы басамыз. Өзіңізге сақтап алсаңыз болады, сохранитті басамыз. Сіз тіркелдіңіз, осындай терезе ашылады. Все упражнения дегенді таңдасаңыз, көп пәндер бар. Өз пәніңізді таңдап алып, соған қатысты қызықты тапсырмалар жасасаңыз, өте қызықты болады. Не болмаса, поиск деген жерге өзіңізге керекті тапсырманы жазсаңыз болады. Мысалға, септік деп жазсам, басқа әріптестер жасаған тапсырмалар шығады. Солардың барлығын көріп, өз сабағыңызға алуыңызға болады. Толық ашылғанын күтейік. Міне, неше түрлі өзіңіздің жұмысыңызға, сабағыңызға керек болатын басқа әріптестеріңіздің жұмыстары шықты. Осылардың арасынан өзіңізге ұнағанын таңдап алып, тура сол секілді жаттығуларды жасасаңыз болады. Осылардың ішінде біреуін таңдап алайық. Септіктерге сәйкестендір деген тапсырма шықты. Алдағы уақытта өзімнің жұмысыма керек болғандықтан сохранив в моих упражнениях дегенді басып қоямын. Бұл менің мои упражнения деген папкада сақталады, өз сабағымда қолдана аламын. Енді жаңадан бір упражнение жасап көрейік. Ол үшін новое упражнение деген жерді басамыз. Көптеген тапсырмалар үлгілері шығады. Барлығын көріп, танысып, өзіңізге ұнағанын таңдап алсаңыз болады. Мен викторинаны таңдап алдым. Пример дегенді басып, қалай орындалатынын көрейік. Образды мышлениеге арналған тапсырма екен. Берілген тапсырманы орындау үшін бос бөлікті тауып, сол нұсқаны белгілейміз. Тапсырманы жақыннан көру үшін фотоның үстінен бір рет бассақ, жақындатылып көрсетіледі. Дұрыс жауабын тауып, келесі тапсырмаға өтеміз. Дәл осылай барлық тапсырманы орындап шығып, өзіміздің упражнениямызды жасап көрейік. Ол үшін создать новое упражнение дегенге барамыз. Осындай терезе ашылады. Название упражнения деген жерге өзіміздің тақырыбымызды қоямыз. Бүгінгі сабақта мен тест жасағым келіп тұр. Сондықтан тақырыбын тек тест деп қана жазып қоямын. Описание задания. Бұл жерде жалпы описание беріп кетуге болады, яғни балалар, мұқият болыңыздар деген секілді описаниялар жазамыз. Енді төменге түсіп сұрақтарды дайындайық. Сұрақтарды текст, сурет, аудио, видео түрінде жасауға болады, және оларды алдын ала дайындап алыңыз. Егер сұрақты фото түрінде қойғыңыз келсе, оны 3 түрлі таңдау жолымен қойсақ болады. Соның бір жолы өзіңіздің компьютеріңіздегі файлыңызда сақталып тұрған фотоны қойсаңыз болады. Не болмаса, сабағыңызға қатысты фотоны браузерден алдын ала ссылкасын копировать етіп алып, осы жердегі ссылкаға қойсаңыз да болады. Сол арқылы фотоңыз сізде шығып тұратын болады. Мен загрузка бөліміндегі кез келген фотоны қойдым. Жоғарғы бөлігінде фотоның орнында тұратын болады. Енді осы фотоға жауап нұсқаларын енгізетін боламыз. Жалпы бұл суретте не көріп тұрсың деген секілді жауап нұсқаларын көрсетеміз. 20-25 сұраққа дейін қойсаңыздар болады. Бұл тапсырманы әр бала жеке-жеке орындамайды, тақтаға шығып орындайды. Екінші сұрағымызда видео түрінде жасап көрейік. Ол үшін вопрос деген жерде видео дегенді таңдаймыз. Бұл жерде 2 бөлім бар. Соның біріншісі видео, яғни YouTube'дан ссылка алып жасап көрейік. Ол үшін сабағыңызға қатысты видеоны табасыз.
Мен қоян туралы жазғым келді. Қоян деп жаздым. Поисктан кез келген видеосын таңдап алып, осы видео бойынша сұрақ жасайтын боламын. Бұл видеоның ссылкасын алу үшін осы қоян қазақша ертегілер деген бойында үш точка тұр. Сол жерде поделиться-ны басып, осы ссылканы копировать етіп аламыз. Платформаға барып, осы жердегі ссылка деген жерге қоямыз. Бірнеше жауап нұсқаларын жазып шығамыз. Міндетті түрде қайсы дұрыс екенін галочка қойып белгілеп кетуіміз қажет. Барлық сұрақтарыңызды енгізіп болған соң, қалауыңыз бойынша сортировка жасайсыз. Случайный порядок дегенге қоя аласыздар, немесе ретімен қоя аласыздар. Фоновая картинка енгізіп қойсаңыздар да болады. Соңында бос орынға жарайсыңдар, сен барлық тапсырманы дұрыс орындадың деген секілді мәтін енгізе де аласыздар. Завершить и показать деп басасыздар. Тапсырмаңызды тексеру үшін окей деп басып, қате кеткен болса, настроить еще раз деп түзетулер жасап, қайта сақтап қойсаңыздар болады. Егер дұрыс жауап шықса, смайлик жанады, қате болса, балалар қайтадан белгілейді. Осылай 20-25 аралығында тест жасап, сақтап алсаңыздар болады. Соңында сохранить упражнение деп сақтап аламыз. Сақтаған жұмыстарыңызды мои упражнения деген жерден таба аласыздар. Сабақ пайдалы болсын.